Академиялық демалысқа өтініш беру үшін жеке кабинетке кіріп, логин мен парольді енгізіп кіру түймесін басу керек. Жеке кабинетке кіргеннен кейін төмен жылжып мемлекеттік қызметтерді табыңыз, қажетті қызметті таңдаңыз. Әрі қарай сіз қажетті құжаттар тізімімен және өтініш беру тәртібімен таныса аласыз. Өтінім беру ережелерімен танысқаннан кейін ұяшықтарды белгілеп, өтініш беру түймесін басыңыз. Бұл қадамда студент туралы ақпарат сіздің жеке кабинетіңізден автоматты түрде алынады. Білім беруді ұйымдастыру туралы ақпаратта сіз оқу орнын таңдап, деректерді тексеру түймесін басуыңыз керек. Содан кейін бұдан әрі түймесін басыңыз. Содан кейін жүйе сіздің ағымдағы күйіңізді анықтайды, оқытуда. Сондықтан сізге академиялық демалыс ұсынылады. Неліктен еңбек демалысын алу себебін көрсетіңіз және тиісті құжаттарды тіркеңіз. Және бұдан әрі түймесін басыңыз. Бұл қадамда байланыс ақпараттарыңызды тексеріңіз. Егер олар өзгерсе, оларды түзетіңіз. Егер ақпарат дұрыс болса, бұдан әрі түймесін басыңыз. Бұл қадамда сіздің бұрын енгізілген деректердің дұрыстығына көз жеткізіп, өтінішіңізді қарауға жіберуіңіз керек. Деректеріңізді тексеріңіз. Егер де барлығы дұрыс болса, өтінім жіберу түймесін басыңыз.